Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз кешкі асқа тефтели әзірлейміз. Ол үшін бізге сиыр етінің фаршы, күріш, бір жұмыртқа, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және ет тағамдарына арналған дәмдеуіштер қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Ұсақтап туралған пияз қосамыз. Сарымсақ қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Қолмен араластырған өте ыңғайлы. Жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Күрішті мен жартылай суға пісіріп алдым. Содан кейін қолымызды жақсылап сулап алып, осындай шариктар жасап қоямыз. Біркелкі қылып шариктар жасап тізіп аламыз. Көлемі бір қасық болатын шамасында шариктар жасап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майға, аз мөлшерде майға қуырып аламыз. Жақсылап екі жағын бірдей қуырылғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алып, подливне, пияз, сәбізді күштен өткізсеңіздер де болады. Мен осылай кубиктап турап алдым. Қызыл бұрыш, тәтті болгар бұрышы, чеснок, сарымсақ, яғни қосамыз. Картопымызды турап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майға бірінші пиязымызды қуырамыз. Жақсылап пиязымызды қуырып аламыз. Сәбіз, болгар бұрышын жақсылап қуырамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Біраз қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Жақсылап қуырып, картопты да қосып қуырып аламыз. Жақсылап картоп қуырып алып, су құямыз. Суды осылай картоптың бетімен бірдей қылып құямыз. 5-10 минут қайнағаннан кейін тефтелілерімізді бетіне тізіп шығамыз. Дайын болғанша пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ, кешкі ас. Астарыңыз дәмді болсын.